мен енді айтамын, қазақ жалпы бір жаһандануға жұтылып кетіп жатыр деп біреулер айтады, байбалам салып жатады ғой. Иә. Жоқ, олай ойламаймын мен. Себебі ұлтын сүйетін, тілін сүйетін, кешегі арыстардың өсиетін орындайтын ұрпақ бар кезде айтыстың болашағы да керемет болады. Қазақ өлмейді, қазақ өлмеген жерде айтыс өлмейді дейсіз. Айтыс өлмейді. Айтыстың болашағы, енді кейбіреулер андай өздерінің ойын, пікірін білдіріп отыр ғой. Ойырмай біз енді терме тыңдайтындар қалмай қалады ғой. Айтыс тыңдайтындар қалмай қалады. Қазір барлығы қысқарып бара жатыр. TikTok'та ашсаңыз да 1 минуттан аспайды. Жаңағы бір подкастты көрсеңіз де қысқарып бара жатыр. Бұның соңы не болады екен енді деген секілді бір сондай уайыммен жүрген адамдар бар. Дегенмен мен айтайын, айтыс болып жатқанда тапжылмай халықтың бір отырып қалатын байқайсыз ғой. Зал сырты титіріп тұрады дейсіз ғой. Иә, ал театр өнерінде шетелдің, мына Италияның, Францияның театрларында бір қозғалмай 3 сағат отырыпты деп адам жаңағы мақтанышпен айтып отады осы Европада. Иә. 3-4 сағат. Ал айтысыңызды қараңызшы. 8 сағатқа дейін созылып кеткен айтыстарда тапжылмай отырды ғой. Сөздің құдіреті біздің қанымызда, жадымызда сақталып қалған. Осы жібермей тұр ғой. Сондықтан қазақ бар жерде айтыс жасай береді.